Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алтынай. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын творожная булочканың рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Міндетті түрде видеоны өткізбей, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдымен ыдысқа ұнды салғаннан кейін, оның үстіне бір жұмыртқаны шағып, жарты шай қасық тұзды және 3 шай қасық құмшекерді салдым. Қамырының дәмі жақсы болу үшін осында кішкене ванилин қостым. Және пакмая дрожжына 2 шай қасық. Және оның үстіне 100 грамм сұйық майды және бөлме температурасында тұрған 250 грамм сүтті құйып, жұмсақ болғанша қамыр илеп алдым. Алғашында венчиктің көмегімен осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны ашығанша жылы жерге бетін жауып қоямыз. Қамыр көтеріліп ашимын дегенше начинкасын бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 600 грамм творог қажет. Творогтың үстіне 4 шай қасық құмшекер, жарты шай қасық тұз, бір жұмыртқаны шағамыз. Және 100 грамм манный каша керек. Лимонның сыртын осылай кішкене теркадан өткізіп қостым. Және мейіз. Барлығын жақсылап бір масса болам дегенше осы блендердің көмегімен араластырып алдым. Біздің салмамыз да және қамырымыз да дайын болды, көтеріліп. Оны тура видеода көрсетілгендей етіп осылай орналастырып аласыздар және қолымыздың көмегімен бірнеше бөліктерге осылай бөліп шығатын боламыз. Рецептілер ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер және жанында қоңырау белгісін міндетті түрде басып қойыңыздар. Себебі менде шыққан әрбір жаңа рецептілерден қорқып кетпес үшін біздің қамырымыздың бәрін бөліктерге бөліп алдық және оны осылай оқтаудың көмегімен жайып және оның начинкасын саламыз. Және осылай видеода көрсетілгендей етіп формаға келтіресіздер. Конверт формасын шығарып аламыз. Бірінші астыңғы жағын біріктіріп және екінші жағын тағы да осылай біріктіріп конверт формасына келтіріп алдық. Барлығын осылай бірінен кейін бірін бірдей формада жасап шығатын боламыз. Алдымен духовканы 180 градусқа қыздырып қойдым және табаға осылай конверт булочкаларымыздың бәрін орналастырып шықтым. Барлығын орналастырып болғаннан кейін бір жұмыртқаның сарысы және 50 грамм сүтті құйып, осылай жақсылап араластырып, барлығын бетіне жағып шығатын боламыз. Булочканы 180 градуста 20 минутта осылай пісіріп алдым. Булочкаларымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.